Hayırlı gün dostlar, 9 штук картошка. Mınavımız 6 жұмыртқа, 12 сосиска. Тамағымыздың аты пюре. Бүгінгі жасалатын. Қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, сіздермен көрісіп тұрғаныма қуаныштымын. Бүгін жасалатын тамақ осы. Картошкамыз мінекей қайнап жатыр. Енді мынаны қазір ашып, мынаны қуырып, жанына салатын боламыз. Тамамызды қыздырып, сливочный май саламыз. Сары май болса да болады. Өте көп емес, кішкене. Сосисканы қуыру үшін осылайдан саламыз. Қазір еріген соң сосисканы қуырып көрсететін боламыз. Мінекей достар, кішкене тілгілеп, сосискімізді салып қуырамыз. Екі жағын аударып, қызартып қуырып алған соң, жұмыртқаны қуырып аламыз. Сосын пюреміз дайын болған кезде жанына қосамыз. Мінекей сосискіміз қып-қызыл болып қуырылуда. Осылай жан-жағын айналдырып, қызартып қуырып аласыздар. Әйтпесе, ортасындағы мұзға қатқан сулары қалып қою мүмкін, сосын піспей қалады. Мінекей жұмыртқамызды салып қуырып бастап жатыр. Сливочный майға тұзын септік. Енді бетін жауып қойып, бір жақ қана бетін пісіреміз біз. Екінші жағын пісірмейміз. Шала шикі қыламыз. Сонда әдемі болатын болады. Крышкасын жаба ғой. Осы парға пісетін болады. Астын басып қоятын боламыз. Мінекей картошканы өстіп езіп аламыз. Қазір кішкене тұз салып, сүт құйып араластырамыз, пюре оламыз сөйтіп. Картошкамыз қайнап дайын болды. Мінекей қуырылған сосиска, шикі пияз турап қоямыз. Сонда жұмыртқасын салып, дайындап жатқан боламыз. Қазір жұмыртқаларын, пюрелерін қасына қосып, дайындаған толық видеосын түсіретін боламыз. Мінекей пюреміз дайын болды. Олар мына қуырылған сосиска, кетчуп, томатный, мына майонез, бір беті қуырылған жұмыртқа, пияз, пюреміз, үстіне укроп себеледік. Көкжуа себелесеңіздер болады. Ал, дәмін көрейік. Өте керемет шыққан. Сіздер де осылай үйлеріңізде дайындасаңыздар болады. Достар, біздің каналды бағаласаңыздар, каналға жазылып, комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Осы кем құтып, жаңа қателіктеріміз болса, айтып отырасыздар комментарийде. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Видеомыз ұнап жатса, сол тіркеліп кетіңіздер. Сіздерден өтініш.